Ассалаумағалейкум достар. Бүгін өткенде ғана түсірген айтысқа байланысты видеоның жалғасын түсірмекшімін. Естеріңізде болса, қырғыз ақындары Алы Тұтқышев және Азамат Болғанбаевтардың қазақтарды оңбаған маңқа қазақ деп атаған видеосын көрген болатынсыздар. Оңбаған қазақ. Алының кім екенін айтпай-ақ қойын, мына видеода өзі мойындап отыр. Өте мақтаншақмын. Ешек болып жүрген алымын. Қазақты оңбаған деп 11 миллион қазақтың намысына тиіп, мен қазақпын деп жүрген жігіттерді балағаттады бұл екі ақын. Назар аударыңыздар. Вы русский? Не говори этого, не говори. Я что, похож на русского? На хлещущего водку, плохо одетого, низколобого деревенщину? Нет, я из божеской страны, из Казахстана. Для России это как Техас. Он казах, это отличная страна, будет очень сильно. Когда меня спрашивают о национальности, я говорю: отец русский, мама кореянка, а мен қазақпын. Қазақша бұлауынғы қанмақ екен, Манасты қазақшалап айтып атып, залдың için дүн қылып жармақ екен. Абирок чоң шүгір дейм құдайыма, Манасчы болбой ақын болып қалған екен. Егер бұлауын менен айтқандан алып Манасты маңқа қылып салмақ екен. Манас эпосына байланысты біздің зиялы Мұхтар Әуезов пен Шоқан Уәлихановтың сіңірген еңбегі зор. Соғанда рахмет айта алмадыңдар ғой. Ең алғаш баруы 22-23 жылдары. Ташкентте Орта Азия университетінің еркін тыңдаушысы болып жүрген. Сол кезде Манас туралы зерттеу ойлары келеді. Сол кездегі үлкен жиында, сол кездегі үкімет адамдарының алдында жасаған баяндамасында Манас туралы үлкен толғақты сөздер айтады. Уже тогда он утверждал, 70-80 лет тому назад казахский этнограф Чакан Валиханов изучал эпос Манас. Он сравнил эпос с Илиадой, а его вторую часть, Семетей, назвал Центральноазиатской Одиссеей. Существуют наши героические эпосы Кабланды, Алпамыс, Яртаргын, лирические любовные эпосы Кыз-Жибек, Айман-Шалпан и написанные на старо-чагатайском языке Султан Кераглу, Заркум, Салсал. Мы должны сохранить эти богатства народного творчества. Когда речь заходит о Манасе, как о науке, невозможно обойтись без упоминания имени замечательного казахского ученого Чокана Валиханова. Этот человек впервые записал Манас, издал в своих трудах как русский ученый. Он был членом географического общества, вы знаете. Впервые он сообщил миру, что есть такой великий эпос. Чокан Валиханов, проезжая в сторону Восточного Туркестана, в Кашгар, останавливается на берегу озера Иссык-Куль, записывает Манас, который был опубликован в его трудах, изданных в России в 1904 году. Жана Казакстанга киргизбейт деп элдер айтып жүрүшөт. Эмне болуп департ болдуңуз эле? Казакстанга киргизбейт деген сөздү силерден угуп атамын, бирок Россияга киргизбеген үчүн. Ал эми ошондон кийин мен өзүм Казакстандын чегарасына барып көргөн эмесмин, себеби ал жака барууга муктаж эмеспиз. Екі қырғыз ақыны Қырғызстанда отырып, қазақтарды жамандағаны менің ойымша ол мәдениетсіздік деп ойлаймын. Бүгінге осымен менің видеом аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, жолдастар. Баракалда, чоң рахмат. Айналайын қырғызым,
әнімізде бір біздің, күйімізде бір біздің, сәнімізде бір біздің. Алатауды жайлаған жерімізде бір біздің, ақындары сайраған елімізде бір біздің. Қырғыз бен қазақ бір туған тегімізде бір біздің. Қыз алысып қыз берген айналайын сіздерден, тегімізде бір біздің. Түбіміз түркі болған сон, түбімізде бір біздің, түрімізде бір біздің, дінімізде бір біздің. Тұрқымызда бір біздің, жұртымызда бір біздің. Салт дәстүріміз сабақтас, ғұрпымызда бір біздің. Мұхтар менен Шыңғыстай, рухымызда бір біздің. Алатау ғана бөліп тұр арасын қазақ қырғыздың.